Мәтінді тыңда. Қызықты сұхбат. Кешке қарай Талап аулаға доп ойнауға шықты. Әжесі қараңғы түскен соң оны іздеді. Талап жоқ. Көрші балалардан сұрады. Манаптан сұрады. Талапты көрмедің бе, балам? Хайуанаттар бағында жүр, деді Манап. Қарағым-ау, хайуанаттар бағы несі? Манап нақтылай сөйледі. Қорықпа, әже. Талап хайуанаттар бағында жүр. Күні бойы судан шықпайды. Әжесі сырттай бақылап қараса, Талап кішкене Ағлақпен сөйлесіп тұр екен. Ағлақ, сен нешедесің? Сенің достарың бар ма? Мұны естіген әжесі күліп жіберді. Айгөлек журналынан. Қаттыч. Сіз сабақты жақсы оқисыз ба? Мұстафа толық жауап бере ғой. Иә, мен. Сіз тақтаққа шыққандарыңыздың отырасыз ба? Жақсы. Дауыстары шандар. Siz neге бардам болдыңыз? Siz neге от сөзіңізі болдыңыз? Сіздің атыңыз Сіздің жасыңыз қаншада? Нешеде? Толық жауап бере қойшы. Менің жасым. Сіздің жасыңыз қаншада? Менің атым 7-де дейсің. Қықырлатпа. Сіз мектепте жақсы оқыдыңыз ба? Толық жауап берген жоқ, е? Сіз тақтаға шыққан кезде тұрдыңыз ба? Тамаша, өте жақсы журналист. Ал Жатырбек, сен толық жауап бере керексіз, е? Қазір қашам. Менің жасым 33-те. Тыныш. Тамаша. Жақсы оқисыз ба? Толық сөйлесеш, Арнұр. Толық жауап бер. Балалар, тыныштал. Сіз қандай? Тамақ жақсы көресіз.
спортқа айналысасыз ба? Сіз спорттарды жақсы көресіз ба? Толық жауап беру керек ардын. Сонымен балалар, сұхбат деген түсіндік па не екенін? Не екен сұхбат деген? Бір адам сұрақ қойып, келесі жауап береді. Дұрыс айтасыңдар, аха.